Саламатсыздар ма оқушылар? Менің есімім Деңгелбаева Айнұр Үсеновна. Ақтөбе қаласы номері 36 қазақ орта мектебінің информатика пәні мұғалімі. Сіздерді бүгінгі онлайн сабағымызда көргеніме қуаныштымын. Ендеше 5 класстар бойынша сабағымызды бастайық. Назарларымызды экранға аударайық. Ал қанекей оқушылар, өткен тақырыптар бойынша терминдік сөздерді 3 тілде айтып, сұрақтарға жауап берейік. Ол үшін төмендегі сілтемені браузер мекен-жайына жазайық. Терминдік сөздерді және сұрағымызға жауап беруді бастайық. Бірінші. Әрекет термині ағылшын және орыс тіліне қалай аударамыз? Өте жақсы. Келесі. Графикаға жан кіргізу қалай жүзеге асырылады? Өте жақсы, керемет. Мен оқиғалардың анимациясын қалай құрамыз? Алгоритм орыс және ағылшын тілінде қалай аталады және алгоритмнің анықтамасын айтыңыз. Керемет, жарайсыңдар. Келесі экранымыздағы суреттерден құралған ребусты шешейік. Суретте жады, принтер, монитор, модем, Android, диск және Яндекс браузердің суреттері бейнеленген. Кәнекей, ребусты шешіп көрейік. Дұрыс айтасыздар, ребустан анимация сөзі шығады. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз анимация құру. Бүгінгі сабағымызда Scratch программасында анимация құру тақырыбы бойынша екінші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты Scratch программасында жоба құру барысында нысандарға анимация жасап, тармақталған командаларды қолданып үйренесіздер. Ең алдымен тармақталу командасы дегеніміз не? Тармақталу командасын қай кезде қолданамыз? Сол сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Тармақталу командасы логикалық шартты тексере отырып, тармақтала орындалатын іс-әрекеттерді айтамыз. Тармақталу командаларын екі түрге бөліп қарастыруымызға болады. Толық емес және толық тармақталу. Толық емес тармақталу дегеніміз, егер шарт орындалса, онда сөзінен кейінгі әрекет орындалады. Ал егер толық тармақталу командасын қолданатын болса, шарттан кейін онда сөзінен кейінгі ішкі құрылым орындалады. Шарт қанағаттандырылмаған жағдайда әйтпесе тармағы орындалады. Егер онда әйтпесе командаларын қолданып жоба құрамыз. Су асты әлемі тақырыбында жоба құрайық. Жоба барысында акула балықтарға шабуыл жасау керек. Егер акула балыққа тиген болса, оның көлемі үлкею керек. Теңіз шаяны теңіз түбінде жорғалап отыру керек. Бос орын пернесін басу арқылы жобамызды аяқтаймыз. Енді осы практикалық жұмысты онлайн Scratch сайтында жасайық. Бұл жобамызды планшет, смартфон, компьютер арқылы онлайн жасауымызға болады. Су асты әлемі жобасын дайындау үшін бірінші қадам жобаға кейіпкерлерді кірістіреміз. Екінші, фон таңдаймыз. Фонда бізде су асты әлемі. Үшінші қадам программа кодын құрамыз. Бұл жерде толық емес тармақталған командасы қолданылады. Программа кодын акула кейіпкеріне жазамыз. Бұл жердегі тармақталған команда если касаться fish, то изменить размер на 20%. Және стоп блогын қоямыз. Яғни бұл жерде бізде балықтарымыз көлденең бағытта
жүріп отыру керек. Ал біздің акула балыққа тиген кезде оның көлемі 20%-ға үлкейіп отыру керек. Ал жобамызды тексерейік. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Кестедегі командалардың атқаратын қызметін жазамыз. Ждать до, повторить, если то, повторить пока не, если то, иначе командаларының атқаратын қызметін анықтаймыз. Кестені дәптерге орындайық. Екінші тапсырма. Орманға серуен жобасы. Келесі шарттарды орындайтын жоба құрайық. Егер қолданушы меңзер көрсеткішін аю кейіпкеріне алып барса, ол қорқынышты дыбыс шығарады. Ерлан кейіпкері көлденең бағытта жылжып отырады. Егер Ерлан сахна жиегіне жетсе, ол кері қарай бұрылып, баланың жылаған дауысын шығару керек. Төртінші, егер бос орын пердесін бассақ, жоба аяқталуы керек. Жоба барысында тармақталу командаласын бірінші, екінші кейіпкер үшін қолданамыз. Жақсы, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Тармақталу командасын жобада қандай жағдайда қолданамыз? Тармақталу командасының неше түрі бар? Үшінші, тармақталу команда блоктарын атаңыздар. Сөйлемді жалғастырып, кері байланыс беріңіздер. Бүгінгі сабақта мен білдім. Маған қызықты болды. Мені таңғалдырған. Маған қиын болды. Мен сұрағым келеді. Бүгінгі тапсырмаларды және кері байланысты WhatsApp желісі арқылы кері байланыс берулеріңіз сұралады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.